Байқайсыңдар ма? Жалпы адам дизайннан хабары жоқ, мықты контенттерге подписан емес. Сол кісі жаман логотип пен жақсы логотипті айыра алады. Неге деп ойлайсыңдар? Ойланып қараңызшы. Себебі адам дүниеге келгеннен бастап идеальный жаратылысты көріп өседі. Бұл жаратылыс, жапырақ, терек, құс, барлығы заңдылықтар, сол дизайнда болатын заңдылықтар. Точнее, дизайндағы заңдылықтар ол табиғаттан алынған нәрселер. Біз сонда идеальный табиғатты көру арқылы біздің көзіміз сол нәрсеге үйреніп қалған. Дизайн заңдылықтарында мысалы симметрия, ритм, золотое сечение деген сияқты ережелер бар да. Ол туралы Google-дан қарап іздеңізге болады. Дизайн әдемі болу үшін бүкіл табиғаттағы заңдылықтарды қайталау керек. Егер де оны қайталамаса, ол көзге сәнсіз көрінеді. Осы арқылы адам айыра алады жақсы дизайн мен жаман дизайнды. Себебі ол табиғат заңдылықтарынан құрылғандықтан. Шетелдің бір дизайнерлері бар, олар бір нәрсені жеткізгісі келеді. Теория вселенная дейді, орысша айтқанда. Және де олар айтады, теория вселенная және андай фантастика деген сияқты ойдан құрастырылған дизайн дейді. Оның өзі де на самом деле ойдан құрастырылмаған. Сол екі нәрсені комбинировать етіп бір нәрсе шығарады. Ол адам ойдан шығарған нәрсе емес. Допустим, бір арыстан логотип тұрады. Аяқтары бүйтіп оратылып, астында тағы да арыстан тұрады. Шын өмірде екі жақтан арыстан жоқ қой ондай. Бірақ көзге әдемі болып көрініп тұр. Неге деген сұрақ болады да? Себебі арыстан бұл өмірде бар және симметрия законы да бар. Сол екеуін комбинировать етіп бір әдемі нәрсені шығарады. Сондықтан ол әдемі көрінеді. Жай ғана тамырдың өзі, мысалы, әдемі емес болып көрінуі, бірақ на самом деле оның өзі де ритм. Түйінін айта келгенде, адам деген жақсы дизайн мен жаман дизайнды ең бірінші негізін қалап өзіне құйған нәрсе ол табиғаттың заңдылығы. Мысалы, адам көріп жүр, бірақ ол нәрсені байқамауы мүмкін да. Мысалы, мынау әдемі, бірақ білмеймін не үшін әдемі екен деген сияқты айта алмайды да. Потому что ол нәрсеге ол көбі мән бермегендіктен. Оқуға түскеннен кейін, мысалы, дизайндық любой оқу курс болсын оқығаннан кейін барып, сол нәрсені ол замечать етіп бастайды. Сол тонкостарға тоқталады. Мысалы, сен бұрын жапырақтарға мән бермей жүрдің, теорияны білгеннен кейін барып, сен уже көзқарасың бөлек болады. Мынау шынымен де қандай жаратылыс әдемі деген сияқты бар ғой. И сол нәрсені сен қайталауға тырысасың. Сол табиғат деген машалла.